Кофемді дайындап алып, сол сіздермен кішкене әңгімелескім келіп тұр. Өте бір қызық жағдай болған болатын. Мен бүгін қатты ұялдым деп ше. Біз ғана шетелдікпіз да ана жерде. Ұялғанымда не бір жапонша тамақ істегім келіп тұр. Осы майонезбен жейтін жалғыз ғана салат осы. Басқа біреу осылай жегенді жақсы көреді. Кешкі ас ішеміз. Қалайсыздар? Бүгін осындай влог түсіруді, осы Жапондағы жалпы енді барлық жерде күндер бірдей өте береді ғой, негізі адамның өзінің қалауы бойынша, бірақ сіздерге солай жапонша бір вайбпен шыққым келді. Бүгін таңертең тұрып, сол Аянды жұмысқа шығарып салып, одан балалардың тамағын беріп, бірінші Нашатайды сағат 8:30-да балабақшасына апарып тастадым. Одан 9-да Ағыстайды апардым. Бүгін Ағыстайдың екінші күні. Кеше кішкене білмей қалған сияқты еді. Бүгін жылады. Білмеймін енді қалай болады екен. Бүгін енді таңғы тіске басарын жеп келеді. Одан кейін түскі асын ішіп 11:30-да мен алып қайтамын. Нашатайдың да бүгін жаңа балабақшасында екінші күн. Ол бүгін 3:30-ға дейін болады. Кеше 12:30-ға дейін болған. Түскі тамағын ішіп алып қайттық. Бүгін ол сол түскі тамағын ішіп, сол жерде ұйықтап, одан тұрғаннан кейін алып келетін боламын. Сол үйге келіп, сосын үйді кішкене жинастырып сөйттім. Одан кейін енді міне өзіме ыстық кофемді дайындап алып, сол сіздермен кішкене әңгімелескім келіп тұр. Бүгін кішкене жаңбырлы күн, кеше негізі соңғы уақытта жаңбырлы болып жүр. Сакураның астында негізі жыл сайын адамдар жапондықтар пикник жасауды негізі дәстүрге айналдырған, бірақ биыл енді кішкене ауа райы оған мүмкіндік бермей жатыр. Бірақ сонда да жаңбыр жаумаса да жапондықтар, мен инстаграмда бөліскен болатынмын, күн суық болып, бірақ жаңбыр жаумаса да сакураның астында жапондықтар кішігірім пикник жасап, отбасылармен жиналып тұрған жаңағыдай көріністерді сіздерге көрсеткен болатынмын. Тағы мен өте бір қызық жағдай болған болатын. Негізі жапондықтарды мен осы Жапонияда біз тұрғанымызға 2017-тен бастап, енді маған 8, Аянға 9, уже 10 жыл шамасында болып қалды да, бірақ әркез таңғала береміз. Бір Жапонияны біліп қалдық дейтіндей емес та, әркез жаңа нәрсе, әркез таңғалдырудан шаршатпайды. Сосын сол бірі күні Нашатайда, Ағыстайда жаңа балабақшаға барды да. Нашатайды біз ауыстырдық басқа балабақшаға, енді ауысты. Сосын бірінші күнінде ата-анасы міндетті түрде бару керек, себебі 1 сағат қана кішкене таныстыру, достармен таныстыру, бөлмелерді андай-мындай деген сияқты таныстыру жұмыстары болады да.
Сонымен мен Ағыстайдікіне бардым, Нашатайдікіне Аян алып кетті. Сонымен екеуміз екі жаққа барып, сонымен келе салып Аянға айтып жатырмын ғой, мә, мен бүгін қатты ұялдым деп ше. Неге дейді, мен өзімше бір әдемі киімімді киіп бардым да енді. Бірақ енді әдеттегі киім негізі көшеге шыққан кезде кие салатын деген сияқты. Сөйтіп киіп барып сөйттім. Одан барсам, ана жақта әкесі де шешесі де келген екен, балалардың, бірақ енді сонда да мүмкіндігінше ғой. Сөйтіп әкелері костюм шалбар, кәдімгі смокинг киіп келген, мамалары болса кәдімгі классикалық юбкамен, бір ата-анам мына жеріне гүл тағып келген, сонда әдемі әшекейлерін тағып сөйтіп келді да, ана жерде мен ғана, біз ғана шетелдікпіз да ана жерде, мен ғана сондай бір үй киімі сияқты киіммен ғана барып тұрмын да, басқалары деген кәдімгі дайындалып, бір-біріне құтты болсын, омедето деп сөйтіп құттықтап сөздерін айтып сөйтіп жатыр да. Ана жерде ішімнен ұялғанымда, мен сол джинспен үстіме бір қызыл кофтамды кие салғам ғой. Ана жерде енді ұялғанымда, не істерімді білмеймін. Енді олай болған жоқпын да, тек мен сондай біріншіден ұялдым, екіншіден жапондықтардың сондай балаларының бірінші балабақшаға бара жатыр ғой, соны деген үлкен бір мереке қылып тойлап, әдемі киімдерін киіп, смокинг жаңағыдай классикалық күшті бір андай неді. Сондай киімдерін киіп, сөйтіп суретке түсіп, ана жерде баннерда андай күшті қылып шығарып, әдемі қылып, әдемі да, бірақ қолдан жасалған баннер ғой ана енді балабақша. Бірақ сонда да соның алдына бәрі кезектесіп суретке түсіп, ата-аналар бір-бірімен түсіріп, суретке сөйтіп жатыр да. Сонымен соған таң қалдым ғой. Соны көрдім да, кішкене не деген халық деп қайтадан мойындап келдім да. Аянға айтып жатырмын, қанша жыл Жапонияда тұрамыз, әлі мен Жапонияны білем деп мен айта алмайды екем деп айтып жатырмын да. Әркез маған жаңаша, жаңа қырынан танылып жатыр деп ше. Сондай бір күшті бір не қылып мойындап ерекше сөйтіп келдім да. Сондай жағдай болды. Өткенде сол Инстаграмға бөлсем деп бөлісе алмай қалдым. Видеоға да түсірмедім, себебі біздікілер енді кішкентай балалар болды ғой, Ағыстайдың балабақшасында 1 жастан асқан, 2 жасқа жетпеген деген сияқты. Сол балаларды түсіруге болмай ма, білмеймін, ешкім олай видеоға түсіріп етпеді да. Ана жерде балалары мысалы ойнап, шулап, жылап атқандары да бар. Ешқайсысы ұрыспай не болды деп сөйтіп не қылып, болмаса ойнап жатса, артынан бүйтіп жүгіріп сөйтіп жүрді. Сосын ойлап қалдым да, білмеймін ғой, енді мен өзімше Аянға айтамын ғой, біз енді кішкене жапондықтардың балаларға қалай қарағанын көріп, мен барынша солай тырысып, ұрыспауға, болмаса бір нәрсені жайлап түсіндіруге, сұраған сұрақтардың бәріне жауап беруге, сөйтуге тырысам да. Өзімше бір жақсы ата-ана деген сияқты. Бірақ енді жапондықтарды көріп ана жерде тағы да деп сосын Аянға айтып жатсам, Аян айтады, олар баланы бала сияқты көреді дейді да. Енді бала, ол балалығын жасау керек. Оған ренжуге болмайды деп жапондықтар көреді. Расымен де сондай да. Мен ана жұмыста болған кезде де балаларға ұрыспайды, балалар жылап жатса да оған барып біреу қой деп үйтіп тиіспейді. Ана бала бірінші несін басып алсын, ашуын, болмаса жаңа стрессін, тағы басқасын шығарып алсын, одан кейін барып сөйлеседі. Неге үйттің деген сияқты жай сөзбен сөйлеседі. Дәл сол сияқты ата-аналар да дәл сондай да. Соны көріп, тағы да солай жаңағыдай не қылып келді. Сол менің жұмысым айтпақшы, маған сол 2 аптадан кейін жұмысқа шығуға рұқсат етті. Себебі мен айттым, сол ана балалар, менің кішкентай балам енді балабақшаға барып жатыр, үйрену уақыты 2 апта болады екен. Бірінші күні 1 сағат, екінші күні 2 сағат, одан кейін тағы 2 сағат деген сияқты 2 аптаға созылады да. Соны сөйтіп айтқам, сонымен түсініп, жарайды 2 аптадан кейін баста жұмысыңды деп сөйтіп рұқсатын берді. Жалпы жаңалықтар сондай. Қой, онда мен кішкене өзім жұмыстарын жасап, сөйтейін. Кейін тағы да есіме бір қызықты оқиғалар түсіп жатты, сіздермен бөлісетін боламын. Ал сіздер осы сияқты форматтағы видеоларды, еркін, сондай бір форматтағы видеоларды тағы да көргілеріңіз келсе, астына пікір жазып қалдырып кетіңіздер, біздің каналды қолдап отырыңыздар. Ал сол. Біз Ағыстай екеуміз Нашатайды алуға ерте келіп қойыппыз. Сонымен қазір тіске басарын жеп алсын ба, қайтсын ба деді, сосын жеп аласасын дедім.
Senin aslında күтіп отырмыз, Ақстай екеуміз кітапханада. Жұмыста достарың көп па, Нұршатай? Az mı? Неге аз? Нұршатайды балабақшадан алып келдік. Бүгін сіздермен бір қызық тамақ болсын. Сіздерге сондай бір жапонша тамақ істегім келіп тұр. Өте жеңіл тамақ, әрі тез дайындалатын тамақ. Бүгін соның жаңағыдай қалай жасаймын, жалпы сонымен бөліскім келіп тұр. Ал ендеше бастайық. Ең алдымен жаңа біз Нұршатайды алып келе жатқан кезде супермаркетке кірдік. Соның заттарын көрсетіп жіберейін. Мынандай райс крак алдық, балалар жақсы көреді. Таза, құрамы жақсы, ішінде қант, тұз, ас. Одан кейін мынандай май алдым. Үйде кішкене талқан болған, шыңжаңнан алдырған. Соны қазір талқанды кішкене үстіп жеп тастамасақ. Бүгін мынандай саңырауқлар жасаймыз. Мынандай екі түрлі лапша алдым, спагетти, біреусі соба. Екіншісі кешемен деп айтады. Бұл да әдемі өте, бірақ бүгін мынандай соба жасағым келіп тұр. Нұршатай, соба жасайық па? Одан кейін қияр, банан алдық, тофу, мынандай ананас, бір күшті салаттың түрін үйреніп алдым. Соны жасап көрсетем. Ананас қосылады, ішіне ананас содан бері жақсы көріп жеп жүрміз бәріміз. Тауықтан, картошкадан пирог жасағым келіп тұр. Соны көрсетем. Осының бәрі 1749 йенге шықты. Меніңше болатын сияқты. Ондай қымбат емес. Ал ендеше тамақ істеуді бастайық. Нұршатай? Қазір бірінші тамақ, яғни ол ішіндегі құрамы да өте оңай. Мынандай саңырауқлап, ет, мынандай ішіне 2 көкөніс бар. Одан кейін мынандай шпинат, осы үшеуін бірге жасаймын. Одан кейін тауық еті мен тофу жасаймын. Міне бәрін кесіп дайындап қойдым. Мынау ет, саңырауқлақ, сосын шпинат, сосын үстіне кішкене чеснок салып қуырамыз. Нан ең соңынан 2-3 минут газды өшіруге қалған кезде салсақ жеткілікті болады. Қиярды дайындап қойдым. Бұны қазір кесемін. Мынау пирогтың ішіне. Мынау айтпақшы жаңағыдай ананас салатқа мынандай пияз керек болады. Осындай көк түс болса әдемірек болады. Түрде осындай бұрыш, ананас. Мынау мясной пирог, тауықтың етімен, картошка, пияз, дәмдеуіштер салып, осылай соңғы кезде жасаған жақсы көріп. Кәдімгідей қамырды бүйтіп жайып, ішіне осылай начинкасын салып, орап, осылай домалақ формада. Сосын үстіне жұмыртқаны жағамыз. Тоқта, Нұршатай. Қара, бүйтіп жағамыз. Şimdi cagam gitti. Ben cagam. Üstüne ve kumcuklu seviyemiz. Ananasını salattı. Oğlan aytım ya, ananas, piyaz, көкбұрыш, қызыл сары бұрыш болса да болады. Осындай фасоль, ананастың өзі, сосын өзінше кішкене қияр, сосын неге қоса салдым. Салатный листья, сосын кішкене сыр. Біздің осы майонезбен жейтін жалғыз ғана салат осы. Басқа салаттарға біз майонез қоспаймыз. Өзге қазір майонез қосып, араластырсақ өте дәмді болады. Мынандай салат болып шығады, өте дәмді, түрі де әдемі. Екіншісі тек қияр ғана өзі, осылай кішкене жұқалып турап. Сосын үстіне езілген түрі болады. Соны қосып кішкене осылай. Сосын үстіне мынандай соевый соус. Мынандай салат болады. Нұршатайда қиярдың өзін жегеннен көріп, осылай жегенді жақсы көреді. Мынандай тамақ, соба, салат, мынандай болады.
қинат ет самырауқұлақ. Мынау тофумен тауықтың еті. Мынау айтпақшы менің пирогым күшті болды. Кешкі ас ішеміз.